Түлкі мен қырғауыл. Бір күні түлкі қалың ағашты аралап келе жатса, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді, жақындап келіп, «Сәлеметсіз бе, қырғауыл? Халің жақсы ма?» дейді. Сонда қырғауыл, «Жақсы, өзің қалай тұрасың?» дейді. Сонда түлкі, жерге түсіп сөйлессеңіз қайтеді, бір құлағым естімеуші еді» дейді. Сонда қырғауыл, жерге түсуге қорқам. Жерде әртүрлі аңдар бар, бізді жеп қоюы мүмкін» дейді. Сонда түлкі, достым, қазір заман бұрынғы заман емес. Жаңа ғана келдім, бұйрық шығыпты біреуге біреу зорлық қылмасқа. Қой мен қасқыр бірге жүрсін, түлкі мен тауық бірге жүрсін деген дейді. Сонда қырғауыл, жақсы хабарыңыз бар екен, рахмет достым. Мына жақтан бір иттер келе жатыр, оларға да хабарыңызды айтыңыз, естісін дейді. Ит деген сөзді естіген соң, түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Сонда қырғауыл, достым, қайда барасың? Түлкім, бұйрықты ұмытып кеттің бе дейді. Сонда түлкі, кім білет, бұйрықты ол естімеген шығар деп, міңгірлеп қаша жөнеледі.